Сәлем, сүйікті менің көрермендерім. YouTube каналымның әрі қарай өсуіне және алға жылжуына осы видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментария жазып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Рахмет баршаңызға. Кептірілген картошка фри үй жағдайында пісіру жолдарының құпиясымен бөлісемін. 6 картошканы алдық, турадық, соломка жасап. Бір картошканы алып, ортасынан бөлеміз, және оны тағы бөлеміз. Соломка қылып, тураймыз 6 картошканың бәрін. Міне, соломка қылып бәрін турап болдық. Суға жудық, крахмалы кету үшін. Енді газге суды қойдық. Қайнаған суға апарып, жаңағы соломка картошкамызды салып пісіреміз. Бір 5 минуттай шала пісіріп аламыз, қыздар. Міне пісті картошкамыз, түсіріп жатырмыз. Түсіріп аламыз. Орамалға суы сорғу керек. Таза орамал жайып, суын сорғытырып қойдым. Міне, өздеріңіз көріп тұрсыздар. Жартысын духовкаға пісірдім. Міне, соевый соус құйдым, 1 қасық, укроп салдым, кептірілген петрушка, чеснок. Міне енді противенға салып жатырмын. Духовкаға пісіреміз. Кептірілген картошка міне осы духовкаға піскен. Так, енді келесі жартысын майға қуырып жатырмыз. Картошка фри. Қыздар, міне үлкен кісілер көп майға піскен тамақты, енді әркімнің денсаулығы әртүрлі. Біреу майға піскенді жаратпайды, біреулері жақсы көреді. Міне жастар жағы енді картошка фри жақсы көреді, енді үлкендер жағы кептірілген картошканы ұнататын сияқты. Әркімнің денсаулығына байланысты, әркімнің вкусы әртүрлі. Міне кептірілген картошкамыз пісті. Теркадан чеснок өткіздік. Приправа, дәмдеуіштерімізді салып жатырмыз. Тұзымызды араластырдық, міне жылылай. Міне соевый соусқа батырып жейміз, қыздар. Міне керемет, міне кептірілген укропымыз.